Коронавирус таралуын тоқтатудың ең тиімді жолы қол жуу екені бәрімізге мәлім. Wash your hands! Бірақ неге? Өйткені сабынның кез келген түрі, қарапайым сабын, кір сабын, жалбыз сабыны, шынымен кез келген сабын коронавирус сияқты вирустарды жою қабілетіне ие. Мұның себебі мынада. Мынау коронавирус сияқты вирустың құрылымы. Бұл заттың сырты ақуыз және маймен қапталған. Вирус сенің қолың сияқты жерлерге оңай орналасып алады. Бірақ сен қолыңды жай ғана сумен шайған кезде, ол вирустың жанынан сырғып өте береді. Себебі вирустың сыртындағы май қабығы сұйық майдың тамшысы сияқты әрекет етеді. Мына тәжірибеде не болып жатқанын анығырақ көре аласың. Біз суға майды қосқан кезде нені байқадық? Ол су бетінде қалқып тұр. Оған араласпады. Бірақ сабын қосқан кезде жаңағы май сумен араласып шыға келді. Өйткені сабынның екі жақты молекулалары бар. Оның бір жағы суға, ал екінші жағы майға жабысады. Сонымен сумен майға сабын қосқан кезде екі жақты молекулалар май бөлшектерін қоршап алып, тартып, суға араластырып жібереді. Енді коронавирус молекулаларына оралайық. Ондағы май қабығы барлық заттарды бірге ұстап тұр. Бам! Және ол сабынмен өзара әрекетке түскенде, сабын май қабығын тартып алады. Тартып қана қоймай, оны біржолата жойып жібереді. Кейін су келіп, еш зияны жоқ, қауқарсыз вирус қалдықтарын шайып әкетеді. Алайда әңгіме қайда бара жатқанын білерсің. Айтылған үдеріс белгілі бір уақытты талап етеді. Нақтырақ айтсақ, 20 секунд. Себебін көрсету үшін біз вирус пен оның сыртындағы майдың қасиеттері бар лосьонды қолдандық. Ол ультракүлгін жарық астында жарқырап көрінетін болады. Егер қолыңды жай шаятын болсаң, қолыңдағы вирустар ешқайда кетпейді. Ал егер 5 және 10 секунд бойы сабынмен жуатын болсаң, вирус іздері әлі де байқалады. Яғни ол әлі сенің қолында. Саған және басқаларға жұғу қаупі өте жоғары. Бірақ толық 20 секунд бойы жуатын болсаң, сабын вирусты толықтай жояды. Қолға арналған санитайзерді де қолдануға болады. Өйткені ол алкогольден жасалады. Және алкоголь сабын сияқты май қабатын бұзады. Бұл мақсатта жоғарғы қоюлықтағы алкоголь қолдану керек. Аурудың алдын алатын ұйымдардың ұсынысы бойынша, ол кемінде 60% болу керек. Бірақ олардың айтуынша, санитайзерлерге қарағанда сабын қолданған әлде қайта дұрыс. Егер сенің қолың кір немесе дымқыл болса, ол алкогольді сұйылту арқылы оның тиімділігін төмендетеді. Ал сабындап жуу үшін кез келген сабын жарайды. Арнайы антибактериялық сабын алудың да қажеті жоқ. Оларға мән берме. Олардың асқан тиімділігі туралы ешқандай дәлел жоқ. Жай ғана қолыңды жуып жүрсең болды. 20 секунд. Бұл дегеніміз 2 рет туған күн әнін айту, немесе Лизінің Truth Hurts'ның қайырмасы, немесе Prince, немесе Eminem, тіпті болмаса Dolly. Бастысы 20 секунд бойы жуу. Ескер, сен вирусты жоятын ең жойқын қару қолданып жатырсың. Ол сабын. Достар, каналымызға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және біздің алдында жасаған видеоларымызды қарап бөліссеңіздер өте қуанышты боламыз.